Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, керемет болып шығатын айранды үй жағдайында дайындап үйренеміз. Ең алдымен қажетті мөлшердегі сүтімізді алып, оны арнайы ысытуға болатын ыдысқа құйып аламыз. Содан соң газға қойып жылытамыз. Жылығанын қолымызбен тексереміз. Сүт жылығаннан кейін оның астын өшіреміз. Майлылығы 20% болатын қаймақты алып, оған жаңағы жылыған сүтімізден бір ожау сүтті құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сүттің температурасы міндетті түрде жылы болуы керек, салқын немесе қатты ыстық болмауы қажет. Қаймақтың орнына қатық пайдалануға болады. Араласқан қаймақты жаңағы жылытылған сүтімізге барлығын құйып, содан соң қасығымызбен толықтай араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін қақпағын жауып, міндетті түрде жылы жерге бірнеше сағатқа қойып қоямыз. Қойған кезде біздің ыдысымыз қозғалмауы қажет, бір қалыпты тұруы керек, және оны осылай одеялмен орап қоямыз. Менде айран жылы күйінде шамамен 3 сағаттай тұрды. Дұрыс ұйытылған айран шамамен 3-5 сағат аралығында дайын болады. Уақыт өткен соң оның қақпағын ашып, толықтай дайын болу үшін кемінде 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Суыған соң оны пайдалана беруге болады. Өте пайдалы, дәмді сусын осылайша дайын болды. Сонымен қатар бұл сусынды мен йогурттар қатарына жатқызамын. Оған қантты немесе кез келген үйде бар тосапты қосып ішетін болсаңыздар, дүкендегі йогурттан ешқандай да айырмашылығы жоқ. Өте дәмді болып шығады. Сіздерде дәмін көрулеріңізге кеңес етемін. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Видео сіздерге пайдалы болса немесе ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.